Жеңілмейтін махаббат. Салтанат Мұнайхан. Пьеса. Бөтен. Екінші бөлім, екінші көрініс. Ортада үстел. Арманның американдық әке-шешесі. Сол елдің өмір тіршілік тынысына сай заттар орналасқан. Анасы Мариса айнаның алдында боянып сыланып отыр. Әкесі Адриан ноутбукпен алысып әлек. Арман өзімен өзі ойға батып кеткен. Қолында бақилық әкесінің бала кезде берген тұмары. Жібі ұзын салақтап көрініп тұрады. Есіне әкесінің бірінші бөлімдегі сөздері түседі. Бала әкесі. Арман. Арман, неге сенің атыңда Арман қойдың, білесің бе? Арман. Жоқ, әке. Алмас, қай жылы тудың, соны айтшы, қане? Арман, 1990 жыл. Алмас, жарайсың. Қай айда? Жайнат, желтоқсан айында. Алмас, нешінші желтоқсан еді мамасы? Жайнат, 16-шы желтоқсан. Алмас, ол қандай күн? Арман, тәуелсіздік күні. Алмас, жарайсың балам, жарайсың. Оның бәрін қайдан біліп алды екен? Арман, мамам үйретті. Жымиып күледі. Арман одан ары толқып, «Эх, шіркін» деп дауысын шығарып алады. Дауыс ары қарай жалғасады. Іңкәр. Арман. Арман, иә. Іңкәр, өскен соң екеуміз үйленеміз бе? Арман. Қош, ұят қой, үйтіп айтпа, ағай мен апай естісе, ұрсады. Іңкәр, өскен соң дедім ғой. Соңында достармен болған ұрыс есіне түседі. Үшінші жігіт. Мына жетім тірілейін деген екен. Қазақ дейсің. Қазағың ұлы халық болса, сен неге Америкада қаңғып жүрсің? Әкең жоқ, не анаң жоқ жүрген жеріңде біздің көршілер барып алған болатын. Мүмкін сенің әкең наркоман, анаң жезөкше шығар. Өзімен өзі санжақтай бастайды. Арман оқыс. Жоқ, мен қазақпын. Менің анам жезөкше емес, жоқ. Мариса. Арман, не болды? Жүгіріп қасына келеді. Тыныштық па? Адриан өзімен өзі сыбырлап, құрып кеткір. Қашан басылады екен деп жүрем, дауысын көтеріп. Тағы көшенің қаңғыбастарымен ішіп келдің бе? Олар сенің теңің емес деп айттым ғой саған. Түрің мынау, есіңнен адасып. Арман есін жиып, қолындағы тұмарын арқасына жасыра қояды. Арман, жоқ, сап-саумын, бәрі жақсы, теңім дейсің бе? Олар шындықты айтады. Адриан, әлде біреулер сенің өткен өмірің туралы бірдеңе деді ме? Мариса, балам, соңғы кездері өзгеріп жүрсің. Тыныштық па? Мүмкін бір психологқа жазыларсың. Арман, мен саумын, есім дұрыс дедім ғой, мазаламаңдаршы. Кетпекші болып сөмке телефондарын жинай бастайды. Еш нәрсе түсінбеген Мариса мен Адриан үнсіз тұрып қалады. Адриан, есім дұрыс дейсің, мен қазақпының не? Арман жалт қарап, немене, өтірік пе? Мариса селк етіп кеудесін ұстайды. Мариса, Арман, не болды, кім не деді, айтшы бәрін. Адриан, сен қазақ емессің, сен американдықсың. Арман, жоқ, өтірік, мен қазақпын, қазақ. Адриан, мен американдықпын, ендеше сен де американдықсың. Американың азаматысың. Мен сені асырап бағып американдық етіп өсірдім. Сен американдық екеніңе мақтануың керек. Және осы елге өлгенше қызмет етесің. Тура мен сияқты. Арман, менің қаным қазақ. Осы елде тумай сырттан келген барлық негр өздерін негрміз. Қытаймыз, орыспыз дейді. Солардың аузына сен қақпақ боласың ба? Олар кез келген уақытта өз отандарына баралады. Сен американдықсың, ал мен қайда барсам да қазақпын. Осы кезде Адриан шыдамай шапалақпен тартып жібереді. Мариса, Адриан, тиіспеші балаға, ашусыз сөйлесейікші. Қасына жақындап, сен не деп кеттің, Арман? Сен бізді тастап кетпекпісің? Неге? Жыламсырап. Не үшін? Адриан, оңбаған. Сені осы елдегі ең бақытты балалардың қатарына қосып, оқытып,
Бар байлығымды бергендегі рахметің осы ма? Үлкен фирмамды саған бердім. Астында ең қымбат көлік, қаласың жеке үйің де бар. Сені ең текті халықтың ұрпағы деп асырап алдық. Оңбаған, жақсылық тілемейтін нағыз тексіз ит екенсің. Арман: жоқ, қателесесің, құрметті Адриан мырза. Бұл керісінше менің тектілігім шығар. Одан да бір Қытай баланы асырап алсаңыз жақсы болар еді. Көптіктері сондай, туатын жер таппай жүрген солардың бірі болса, үйіңізді толтырары анық. Мариса жылап: Арман, не деп тұрсың? Тарт тіліңді. Бар махаббатын салып, осы уақытқа дейін бір ауыр сөз айтпай өсірген әкеңді аясаңшы. Біз сені өз баламыздай бағып қақтық қой. Бұндай тас жүрек болармысың? Арман одан ары ашуланды: мен бе тас жүрек? Мен екен ғой. Сендер ақтау судан таза сүттен ақ екенсіңдер ғой. Бәрекелді. Жүректерің нәзік екен-ау. Жараласам кешіріңдер. Мына мені іңкәрімнен күрсініп, тәуелсіз елім Қазақстаннан жылатып әкетіп бара жатқанында ақтықтарың, жүректеріңнің нәзіктігі қайда қалды, Қайда? Қолындағы заттар лақтырып жібереді. Мариса мен Адриан қаққан қазықтай қатып қалған. Сол елімді, сол отанымды ұмыттырғыларың келді. Ал мен 13 жыл бойы елімді, жетімханамды, ауылымды сағындым. Естисіңдер ме? Сағындым бәрін. Сол ауылдағы кедейлердей адам жоқ екен-ау. Сендердің мына нәзік жүректерің үшін, мені асырап баққандарың үшін осының бәрін 13 жыл ішінде сақтап келдім. Ондай ауыр азапты сендер түсінбейсіңдер. Бұл қан-талқан болып. Ал екеуің осын неге ұқпайсыңдар? Неге? Болды, шаршадым, толдым, шыдай алмаймын енді. Үйдің қабырғасына сүйеніп теріс қарап жылай бастайды. Адриан мен Мариса Арманның сөздерінің мысынан естерін әрең жинайды. Мариса: Арман, біз айтпасаң қайдан білейік? Барымызда, байлығымызда сен болдың. Саған бар махаббатымызды төктік. Адриан: асырап аларда өзің де келісіп келгенсің. Стақанға виски құйып ішеді. Үлкен азамат болам дейтінсің. Ағылшын тілін де тез үйреніп кеттің. Стақан вискімен қосып лақтырып жібереді. Мен бәрін ұмытқан шығар деп бәрін бердім саған. Сені асырап аларда ана делдалсымақтарыңа $1 миллион бердік. 1 миллион, естимісің? Құрып кеткір. Сонда неге тілің байланып қалды? Арман: онда мен тым жас бала едім. Рухым болса да ақылым аз болыпты. Өзімді өкінем қазір. Ақымақ болыппын. Шет елден келгендерге бала жетектетіп жібермесе, абыройы түсіп қалатындай қалбалақ қағыпты. Мариса жылап диванға отыра кетеді. Адриан: ақымақ болыппын де, вискиді шүлмегімен алып іше бастайды. Бастықтарынан бастап, сол дәрігер мен директордан бастап, сені бізге берген бәрің қазақтар ақымақсыңдар. Арман: тиіспе менің халқыма. Ол халық менің әкемді туған. Ол халық менің анамның халқы. Мың өліп, мың тірілген халық. Қазір қарашы қандай ел болды. 20 жылда қалай өзгерген. Қанша рет әлемді аузына қаратты. Бәрін көріп жүрсіңдер. Соның бәрін жасаған ақымақ халық па? Мариса: айғайлама, болды. Осы өлтіргеніңде жетер. Сенің қазақтығыңа кедергі келтірдік пе? Айтшы, сол жылы өзіңмен бірге қанша қазақша кітап арқалап келдің? Оқыдың, әлі оқып жүрсің. Қарсы болдық па? Қазақшаңды ұмытпай әлі сөйлеп жүрсең де тыйдық па? Айтшы қане Армен. Жылап Арманның кеудесінен ұрғылайды. Бір рет мама, әке деп айттың ба? Тас жүрек. Мариса жылап әлек. Адриан басын ұстап үлкен өкініште отырып қалады. Арман: кешіріңдер. Марисаны сүйіп әкеліп отырғызады. Кешіріңдерші, шыдай алмадым. Сол кезде сендер неге менің әке-шешем болмады деп сұрамадыңдар.
күміс ойымнан түнде түсімнен кетпейді. Сендерге әке, ана деп қалай айтам? Көкірегімде өз әке-шешемді арқалап жүрсем, білерім, екеуіңе де рахмет. Мені қалай жақсы көретіндеріңді білем. Сездім. Сенсіңдер, мен де сендерді қатты жақсы көрем. Рас айтам, шын сөзім. Бірақ осы қоғам, өмір барлығы маған жат, мен үшін басқаша, бөтен. Менің қалағаным басқа сияқты. Америка қанша кең болса, мен үшін сонша тар. Қаншалық бай болса, соншалық кедей сияқты. Әйтеуір бір дүниеге мұқтажбын. Достарым қанша көп болса да жалғызбын. Мына 4 қабырға кейде құдды түрме сияқты сезіледі. Үй ішін кезе бастайды. Түсініңдерші, сендерге өмір бойы қарыздармын. Және сендердің де балаларың болып қала берем. Оған сендер әбден лайықсыңдар. Айналып келгенде, мына мен лайық емеспін ба деп қорқам. Мойындаймын, маған өте жақсы қарадыңдар. Қайтем енді сондағы сағыныш, арман, өткен өмір өшпейді екен. Мен сендер үшін тым текті әрі тым тексіз екенмін. Осы кезде дірілдеп әрең шыдап отырған Адриан алдындағы үстелді төңкеріп тастайды. Адриан айғайлап, кетші тез, жоғал. Қайтып көзіме көрінуші болма. Есікті нұсқап, жоғал. Арман заттарын тез жинап шығып бара жатып, қимай тоқтап артына қарайды. Мариса әлі жылап отыр. Адриан, жоғал. Кет дедім ғой мен саған, деп айғайлайды. Арман шығып кетеді. Мариса одан ары өксіп жылайды. Адриан тұрған орнында басын ұстап, сылқ етіп отыра кетеді. 3-ші көрініс. Арман көшеде ауыр ойда темекі шегіп отырады. Көше шамдары, ұзын орындық, арт жақтан қалың көліктің даусы естіледі. Ара гідік сағатына қарай береді. Біреуді күтіп отыр. Аздан соң бір бойжеткен келеді. Арман бір нүктеге қадалып отырып қызының келгенін байқамайды. Мария, Арман қалайсың? Арманда үн жоқ. Арман деймін. Арман оқыс басын көтеріп, Мари, кешіктің ғой, уақыт аз. Мария, қайда асығасың, тыныштық па? Түрің бұзылып кетіпті. Арман, мен бәріне қол сілтедім, бәріне. Мария, кімге қол сілтемей жатыр? Түріңнен түр жоқ, байдың баласы басың салбырап қалыпты ғой. Не болды, неге қол сілтедің? Түсінсем бермасын. Арман, айтсаңшы енді, қорқытпашы адамды. Арман, Америкаға қол сілтедім, Америкаға. Мария, ішегі қатып күліп, Америкаға? Рікілдей күліп. Сен жындымысың? Америка сенен бұрын сілтеп қойған. Өзің айтпақшы бәріне, тіпті Америка өзін-өзі қол сілтеген. Сен несін сілтейсің? Бұл сөзің айналып келгенде қорқынышты екен. Ұлы елдің азаматтары естіп қойып, оқ құшып жүрме, өлтіре салады. Арман, енді қорқамыз кімнен? Әркім өзі үшін өзі жауап береді. Қай елдің, қай ұлттың азаматы болады, ол да өз еркінде. Ал екеуміз қазақпыз, Мари, қазақ, үнсіздік. Неге үндемейсің, өтірік пе? Мария, иә, өтірік емес, мен де қазақпын. Әсілі Қазақстаннанмын. Бірақ сол қазақ деген қандай халық, қандай қасиет бар, білмеймін. Сенің мақтауыңа сенсек жақсы сияқты, білгім келеді. Кімдер олар? Саясаттың сахнасына шығып, интернет пен теледидарың бетінен көріп жүрген қазаққа сенбеймін, біртүрлі, бөтен. Арман, неге, қалай сенбейсің? Тәуелсіз ел, өз шекарасы, өз туы, өз елтаңбасы, өз тілі бар. Өз шекарасы, өз туы, өз таңбасы, өз тілі бар. Мария, мен қазақшада білмеймін ғой. Арман, сол да сөз болып па? Есесіне мен білем қазақшаны, әлі сайрап тұрмын. Үйретемін саған. Қаныңда бар бәрі. Біздің геніміз қазақ, ендеше еліміз де қазақ болуға тиіс. Мария, қан, ген. Қойшы Арман, мен үшін сол Қазақстан үлкен бір жетімхана секілді елестейді. Мен де жетім, сен де жетім, асырандымыз. Өзім білетін Америкадағы қазақтардың бәрі жетім. Қанша мойындайын десем де білмеймін, басқаша қабылдай алмай қойдым. Өмірі өшпейтін өкпе ме, реніш пе, ол жақ мен үшін қараңғы. Менің әке-шешем де сол қараңғы кеңістік, ештеңе белгісіз.
Арман, олай емес. Осы жерді қалай жарық деп отырсың? Бәрі қараңғы. Курткасын шешіп көше шамына жаба қояды. Көрдің бе? Қараңғылық қандай? Қазақстан жап-жас ел, болашағы алда. Ал бұл ортаны көріп тұрсың ғой. Қаптаған арын сатқан арсыздар, маскүнемдер, наркомандар мен кісі өлтіргіш баскеселер, небір сұмдықтар, айтуға ауыз бармайды. Мына сенің көрген күніңді итке де бермесін. Асырап алған әкең анау алқаш болып кетті, наркоман. Талай әкем мені үнсіздік деп қанша рет жылап келдің, Мария. Иә, солай, сайтан алғыр. Сен не, бүгін менің мінімді түзу үшін шақырдың ба? Арман, қалай десең де шындық осы. Анаңды айтпай-ақ қояйын. Ақша таудың небір жолдарын меңгерген, көзі басың ісіп қанша рет зәбір көрдің. Соның бәрінен сені әлі тазалыққа тартып тұрған қазақтың қаны. Мен білетін қазақ әкем керемет халық. Мария, не үшін бетіме басасың? Сенің әке-шешең керемет адамдар емес пе? Сені қалай өсірді, қалай асырады? Байлық десе байлық, дос-жаран, қыз десе қырылып артынан еретін. Не жетпейді саған? Сенің түңілетін қай жерің жерге сыймай бара жатыр, а? Арман, отан жоқ менде. Сен сезімсіз сәби кезіңде келсең, менің бәрі көз алдыма. Әкем, анам, кішкентай ғана қарындасым. Әке-шешеден көз алдымда айрылсам, құндақтағы қарындасымның тірі не өлі екенін де білмеймін. Анамның аманаты еді, қайран қарындасым. Сол борышым әлі өтілген жоқ. Ал іңкәр, ол менің балалық махаббатым болатын. Сарылып күтіп жүргеніне қаншама жыл болды. Оңда жаһанда жер басып жүрмегенін білмеймін. Түсінемісің, Мари? Оған да келем деп уәде бергем. Мені күткеніне 13 жыл болыпты. Сағыныш деген санамды сарғайтып, сағымды сындырмай тұрғанда оны көруім керек. Мария, Арман, сен не мендегі жоқ пен өзіңдегі барды түгендегелі шақырған екен десем, қоштасқалы шақырған тұрың бе? Және ана іңкәрдің сені әлі күтіп жүр дегенің күлкілі. Ол да сенің бар жоғыңды білмейді. Арман, иә, рас, Мари. Сен мен үшін алғаш танысқан күннен бастап туған қарындасымдай болып кеттің. Саған бір тартылыс күші тартып тұрады. Мария, Арман, есіңді жи, маған ғашық болып қалдың демеші. Іңкәр жылап жүрер. Арман, сен мені түсінбедің. Басқа күш, саған қамқор болғым келеді. Сені бір сәтке тастағым келмейді. Мария, не айта алмай аузың көпіріп кетті. Мен бәріне көнем, қайғырмаймын да. Күліп, тастап кетіп бара жатқаныңа жаның ауырып тұрған сияқты ғой, солай ма? Мен әлі өлмеймін, қорықпа. Арман, сен де, тұра тұршы, соңына дейін тыңдасаңшы. Мария, шаршатып жібердің ғой. Іш киімнің ірзіңкесі сияқты созбақтай бермей айтшы тез. Темекі алып тұтатады. Арман ары бері кезіп. Менде сенен басқа ешкім қалмады. Мария, әлгі олигарх әке-шешең, сансыз достарың қайда? Арман, әке-шеше деген аты ғана, қабылдай алмадым. Сен сияқты бестен белім шықпай келсем, менен бақытты адам болмас еді. Сансыз достардың саны бар, сапасы сын көтермейтін көгеріп кеткен шетінен. Бәрі қазақтығымды бетіме басудан аса алмайды. Әкем мен шешем де қазақтығыма тиіссе, қалай бақытты болам, қалай баймын дейін. Менің кететін кезім келді. Үнсіздік. Мария темекісін тартып, кетем де, дұрыс кет. Мені шығарып салсын деп шақырғаныңа рахмет, жолың болсын. Ол жақта мені осы өмірге әкелген екі қазақты көрсең сәлем айт. Қызы бақытты екен, рахмет айтып жатыр дейсің. Ол жаққа мен сияқты бөтен емес шығарсың. Темекісін тастап тұрып кетіп бара жатып. Саған да рахмет, Арман, ағам сияқты адамсың, сау бол. Ол жақта іңкәр, бұл жақта мен ұмытпаймын сені. Кетіп бара жатып жыламсырап. Қазақтар, бәріңді жек көрем. Арман жүгіріп келіп құшақтай алады. Арман, қарындасым менің, сені қоштасу үшін шақырған жоқпын. Қолынан жетектеп, жүр менімен, қазақ деген елге, өз отанымызға оралайық, қане. Құтқаралық өзімізді, бәрінен, мына лас қоғамнан, жасанды өмірден, жалған отаннан, жалған әке-шешеден, жалған достардан, жалған күлкіден, барлығынан құтыламыз. Біз бөтеміз бұл жерде. Ол жақта жаңа өмір бастаймыз. Тәуелсіз елде ешкімге тәуелді болмай өмір сүреміз. Мария, Арман, есіңді жи. Саусағын тістеп шетке қарай жүгіріп барып тоқтайды. Не деп кеттің?
Арман, мен саған қамқор болам, еш нәрседен қорықпа, кімге алаңдайсың? Мария, қалай тастап кетеміз? Жоқ, болмайды. Арман, неге болмайды? Осы өмірің ұнай ма саған? Күнде таяқ, күнде қорлану. Мария, білмеймін, қорқам. Арман, қорқам. Темекі алып шегеді. Арман темекісін алып лақтырып жібереді. Незден қорқамыз? Жүр кеттік, қорқатын артымызда еш нәрсе жоқ. Мария, мен алдағы күндерден қорқам. Арман, ешкім алда не боларын білген емес. Үміт бар, болашақ бар, болды, сену керек. Сен менің қарындасым боласың. Іңкәрді тауып алсам, ол да саған қамқор болады. Ол өте керемет жан, көресің. Мария, қорқатыным қайда болсам да сенен басқа сенерім жоқ. Басқа амалым да таусылған секілді. Енді сені жоғалтқым келмейді. Тәуекел, ердің соңынан. Құшақтасады. Арман орындыққа атып шығып, ура, о қазақ елі, Қазақстан, біз келе жатырмыз, Қазақстан, менің туған жерім.